Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымызда тау жыныстары мен минералдардың қасиеттері деген тақырыпта сіздермен бірге біраз білімдерімізді толықтырайық. Сабағымыздың мақсаты тау жыныстары мен минералдардың қасиеттері және қалыптасу заңдылықтарымен танысасыңдар. Сабақты бастамас бұрын өткен сабақта алған жаңа ұғымды еске түсірсек. Кристалдар дегеніміз не? Кристалдар дегеніміз құрамындағы атомдары мен молекулалары белгілі бір дұрыс геометриялық пішінде орналасатын минералдар. Ал енді жаңа білімге көшсек. Тау жыныстары дегеніміз не? Тау жыныстары деп бір немесе бірнеше минералдардан құралған затты айтады. Минералдар деп бір немесе бірнеше химиялық элементтердің атомдары мен молекулаларынан тұратын табиғи химиялық кристалдарды айтады. Минералдардың көпшілігін өзіндік физикалық қасиеттері мен ерекшеліктеріне қарай жай көзбен де анықтап, бір-бірінен оңай ажыратуға болады. Ол үшін ең алдымен әрбір жеке минералдың физикалық қасиеттерін білу керек. Кейде бұл қасиеттерді анықтамалық белгілер деп те атайды. Мысалы, түрі, түсі, сызылуы, жылтырлығы, мөлдірлігі, қаттылығы, сынғыштығы, иілгіштігі сияқты белгілер.
Минералдардың физикалық қасиеттерін не үшін білу керек? Оларды өндірісте, тұрмыста толыққанды қолдана білу үшін өте қажет. Балалар, минералдар неге түрлі түсті деп ойлайсыңдар? Иә, дұрыс. Минералдар химиялық құрамына, құрылыс ерекшелігіне және қоспаларына қарай әртүрлі түске боялады. Кейбір минералдардың түрі, түсі тұрақты болады. Мысалы, малахит жасыл, ал азурит көк түсті болып келеді. Минерал түсінің атауы халық арасында белгілі бір заттың түсімен салыстырылып айтылады. Мысалы, сүттей ақ, лимондай сары немесе ақ сұр түсті деп сипатталады. Сондай-ақ бірнеше түске боялатын минералдар да болады. Олар бетіне сәуле түсуіне байланысты неше түрлі реңге ауысады. Мысалы, пирит минералынан бұл құбылыс өте жақсы байқалады. Минералдардың сызықтағы түсі немесе ұнтақ түстері ерекшелігі. Кейбір минерал ұнтақ күйінде түсі кесектегіден басқаша болып келеді. Минералдардың ұнтақтығының түсін анықтау үшін оны ұнтақтамай-ақ, оның сызықтығын түсін анықтаса болады. Яғни, жылтырлатылмаған фарфор пластинкаға минералмен сызу керек. Мысалы, пириттің түсі қызыл, ұнтақта қара. Гематит кесекте қара, ұнтақта шие қызыл. Көп жағдайда сызықтың түсі минералды анықтау үшін өте қажет. Мысалы, темір топырақтың кезек қалпындағы түстері көбінесе қара қоңыр болып келеді.
Сонымен сызылу түсін не үшін анықтау керек екен? Кейбір минералдар үшін өте қажет. Мысалы, темір тотықтарының кесек қалпындағы түстері көбінесе қара қоңыр болып келеді, ал сызылу түстері қара магнетит, қызыл гематит және сары лимонит болып бөлінеді. Минералдардың жылтырлығы олардың күн сәулесін жұту, сындыру немесе шағылыстыру қабілеттеріне қарай анықталады. Минералдар жылтырлық қасиеттеріне қарай үш топқа бөлінеді. Металдық, шала металдық жылтырлығы жоқ деп қарастырылады. Жылтырлық жарық сәулесін жұту, сындыру немесе шағылысу қабілеттеріне қарай анықталады. Оларда шағылысу қабілеттерінің неғұрлым күшті болса, онда жылтырлығы да соғұрлым жоғары болмақ. Мөлдірлік дегеніміз не? Минералдардың жарық өткізгіштік қасиеттері мөлдірлігі деп аталады. Олар үш топқа бөлініп қарастырылады. Яғни мөлдір, тау хрусталі, жартылай мөлдір, халцедон және мөлдір емес перит секілді минералдарды айтуға болады. Минералдардың қаттылығы жайлы не білеміз? Кез келген минералдың төтеп беру дәрежесін қаттылық деп атайды. Әдетте қаттылықты анықтау үшін бір минералдың екіншісіне сызып көреді. Неміс ғалымы Мостың ұсынысы бойынша минералдардың салыстырмалы қаттылығын анықтау үшін эталондық үлгі ретінде 10 минерал таңдап алынған.
Минералдардың нөмірленуі не үшін қажет? Нөмірлеу шкаласы бойынша ең жұмсағы 1, ал ең қаттысы 10 санымен аяқталады. Мысалы, қарындаш ұшының қаттылығы 1, шыны 5, болат пышақ ізі 6-ға тең деп саналады. Балалар, минералдарға жасанды кристалдар да жатады екен. Мысалы, зертханалық жағдайда алынған, бірақ табиғи минералдарға құрамы, құрылысы, құрылымы және қасиеттері жағынан ұқсас болып келетін жасанды кварц, рубин, сапфир, алмаз, малахит секілді минералдарды атауға болады. Ал енді бүгінгі алған білімімізді бекітейік. Бірінші сұрақ. Түсі сәуле түсуіне байланысты өзгеріп тұратын қандай минералдар бар? Оқушылар, дұрыс айтасыңдар. Ол минерал атауы пирит. Екінші сұрақ. Минералдардың анықтамалық белгілеріне не жатады? Дұрыс. Оның физикалық қасиеттері минералдардың анықтамалық белгісіне жатады. Атап айтқанда, түсі, мөлдірлігі, жылтырлығы, иілгіштігі, қаттылығы, салмағы, пайда болу жолы. Үшінші сұрақ. Түсі тұрақты минералдарға нелер жатады? Жасыл малахит, көк түсті азурит секілді минералдар тұрақты түске ие. Төртінші сұрақ. Минералдардың сызылу түсін қалай анықтайды? Өте дұрыс айтасыңдар. Кейбір минералдарды дәл анықтау үшін оны фарфор сынығының бетіне сызып көреді. Балалар, сабақ соңында үйге тапсырма. Жасанды кристалдардың кең таралған түрлері және олардың қолдану орындары туралы хабарлама немесе таныстырылым әзірле.